Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы театр өнері. Сабақ мақсаты: тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін жазу. Сонымен қатар оқушылар, бүгін жай сөйлемнің құрылымына қарай түрлерімен танысамыз. Олар жақты, жақсыз, жалаң, жайылма, толымды, толымсыз және атаулы сөйлемдер болып бөлінеді. Бүгінгі сабақта соның ішіндегі жалаң және жайылма жай сөйлемдермен танысамыз. Жалаң жай сөйлем дегеніміз не? Тек тұрлаулы мүшелерден ғана құралған, яғни бастауыш пен баяндауыштан ғана тұратын сөйлем. Мысалы, қыз түсті, автобус аялдады, сабақ басталды, оқушылар келе жатыр. Бұл жерде өздеріңіз байқағандай екі ғана тұрлаулы мүшеден құралған. Қыз бастауыш, түсті баяндауыш. Автобус бастауыш, аялдады баяндауыш. Сабақ бастауыш, басталды баяндауыш. Оқушылар бастауыш, келе жатыр баяндауыш. Келесі жай сөйлемнің түрі жайылма сөйлем. Жайылма сөйлем дегеніміз тұрлаулы мүшемен қатар тұрлаусыз мүшелер де қатысқан сөйлемнің түрі. Сөйлем құрамына барлық сөйлем мүшелері қатыса алады. Мысалы, аяқ дыбысы таяп қалды. Бүгінгі сабаққа барлық оқушылар қатысты. Мектептегі концерт ойдағыдай өтті. Мысалдағы сөйлемдерге байқап қарасаңыздар, барлық сөйлем мүшелері қатысқан. Яғни, тек қана бастауыш пен баяндауыштан ғана тұрмайды, оның құрамына анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш секілді сөйлем мүшелерінің барлығы қатыса алады. Тағы бір ескере кететін жайт, оқушылар, бұл жерде, яғни жайылма сөйлемде барлық сөйлем мүшелері түгел қатысуы міндетті деген сөз емес. Яғни, бір анықтауыш пенен бастауыштан, баяндауыштан да тұруы мүмкін. Немесе, бір пысықтауыш, бір бастауыш, бір баяндауыштан да тұруы мүмкін. Яғни, сөйлем құрамына барлық сөйлем мүшелері қатысып келеді. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз. Сұрақтарыңыз болса, кері байланыс жасап отыруларыңыз сұралады.